Баршаңызға ассалаумағалейкум. Шымкенттіктерді белгісіз вирус шошытып отыр. Басында 2 күн бойы мұрыннан су ақты, кейін тамағым ауырды. Ақылы медициналық орталыққа бардым. Жирви бар деп дәрі жазып берді. Қазір емделіп жатырмын дейді Шымкент қаласының тұрғыны Шынар Оразов. Тағы жүздеген шымкенттіктер дәл осындай белгілерге шағымдануда. Сарапшылар қалада вирус таралып жатқанын айтады. Тек ақпан және наурыз айларының өзінде шымкенттік дәрігерлер жирви жұқтырған 7962 жағдайды анықтаған. Бұл өткен жылдың сәйкес айларымен салыстырғанда 2 есе көп. Жирви мен ауырғандардың көпшілігі 72-5-14 жасқа дейінгі балалар. 2021 жылдың күзінен биылғы жылдың көктеміне дейін тұмаумен ауырған 16 жағдайда тіркелді. Оның 6-ы балалар дейді Шымкент қалалық СЕС бөлімінің басшысы Жанар Жақсылықова. Біздің елде коронавирустық инфекциямен ең алдымен ересектер, егде жастағы адамдар ауырады. 60-65 жастан асқан адамдарда процестер онсыз да баяу жүреді. Иммундық процестер төмендеуі мүмкін дейді инфекционист Зарипа Оспанова. Бүкіл Қазақстан бойынша жирви мен ауыру 2 есе жиілеп кетті. Дегенмен дәрігерлер ауыр зардаптарды болдырмау үшін жоғары температура болмаса да дәрігерге баруды ұсынады. Ал өзіңізді вирустардан қорғау үшін дұрыс тамақтаныңыз, спортпен шұғылданыңыз және көп адамдардан аулақ болыңыз. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.